Қайырлы күн, құрметті трейдерлер. Біздің кезекті бейне сабаққа қош келдіңіздер. Және бүгінгі видео барысында, бүгінгі бейне сабақ барысында мен сіздерге сентимент индикатор, көңіл-күй индикаторы туралы айтатын боламын. Және біріншіден, көңіл-күй индикаторы ол не деп сұрайтын болсаңыздар, қазір айтатын боламын. Біріншіден, сервисі батырмасына ашып, мінекей индикатор настроения, көңіл-күй индикаторы деп аталатын болады. Егер сізде веб-сайт қазақ тілінде болса, сол батырманы ашасыздар. Және біз көріп отқандай, көңіл-күй индикаторы жалпы трейдерлердің санын, яғни сатуға немесе сатып алуға жалпы есебімен қадам жасаған трейдерлердің санын көрсететін инструмент. Және біз көріп отқандай, бұл индикатор 0-ден 100-ге дейін жылжитын болады. Жалпы есебімен, егер ол 30 және одан төмен көрсеткіштерде болса, баға жоғарыға ұмтылады деген ықтималдылығы өте жоғары деген сөз. Егер 70-дің маңайында болса, төменге ұмтылуы мүмкін деген сөзді білдіреді. Мінекей дәл осы жерде графиктер барысында көріп отырмыз. Яғни қандай да бір актив, енді айта кетейік, валюталық жұп, мысалы үшін евро-доллар бізде жоғарыға ұмтылады дейтін болса, жалпы сентимент индикаторы, көңіл-күй индикаторы біз көріп отқандай 30-дың маңайында болады. Оны өздеріңіздің MetaTrader 5 қосымшаларыңызға орнатып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Ол үшін мінекей мына бетте индикатор настроения деген батырманы басасыздар. Бұл жерде енді мануал бар екенін көріп отырмыз. Мынау батырма арқылы осы мануалды аша аласыздар. Оны өздеріңіздің MetaTrader 5-теріңізге қалай орнатсаңыздар болады деген сұраққа жауап мінекей келесі. Біріншіден, оны жүктеп алу қажет. Және екіншіден, біз MetaTrader 5 қосымшасын ашамыз, әрмен қарай файл батырмасын басамыз. Барлығы мына жерде жазылған көріп отырмыз. Бұл жерде открыть каталог данных деген батырманы дейміз. Яғни мінекей Ctrl-Shift-D батырмасын ашатын болсаңыздар, осында орналасқан. Әрмен қарай бізге керекті жалпы папка ол MQL5 деп аталатын папка екенін көріп отырмыз. Бұл жерде мінекей бүкіл бізге керекті заттар осында. Indicators деген жерге жаңағы жүктеп алған файлды, яғни мынау файлды алып орнату қажет. Яғни біз көріп отқандай, мен оны жасап қойғанмын, бірақ осында орнатасыздар. Әрмен қарай болса, Amarkets-тың жалпы MetaTrader 5 қосымшасын жабасыздар. Сосын осыны орнатқан соң тағы да бір рет оны ашып, біз көріп отқандай, мінекей вид деген батырма арқылы навигаторды ашамыз, немесе Ctrl-N батырмасын ашатын болсаңыздар, мына бетте мінекей сәл төменірек жылжитын болсаңыздар, индикаторы деген нүктені көріп отырмыз. Бұл жерде мінекей жаңадан сентимент индикатор пайда болғанын көріп отырмыз. Бұл айта кетейік, бүкіл валюталар жұптарда істемейді. Мінекей оның тізімі бар, қай жерде істейтінін, яғни тек қана осы активтерге қолайлы. Яғни 25 сауда инструменті үшін бұл индикаторды біз орната аламыз. Мысалы үшін WTI мұнайының сентимент индикаторын орнатамын дейтін болсаңыз, жай ғана сол жақ батырмамен, яғни тінтуіріңіздің сол жақ батырмасымен былай өткізесіздер. Және біз көріп отқандай, бұл жерде оның баптауларын жалпы есебімен өзгерте аласыздар. Бүкіл көрсеткіштер, бүкіл сізге қажетті ақпарат осында. Окей батырмасын басқан сәтте астында бізде сентимент индикаторы пайда болатынын көріп отырмыз. Мінекей оның көрсеткіші дәл қазір 88-де 32-ні құрап жатыр. Жаңа айтып өткендей, ол бізде бұл актив төменге аттанады деген көрсеткіш. Яғни мінекей біз көріп отырмыз, дәл қазір енді тікелей форматта дәл осы актив төменге ұмтылып жатқан. Евро-доллар туралы айтатын болсақ, мінекей бұл жерде 66-да 88 екенін көріп тұрмыз. Яғни төменге ұмтылу ықтималдылығы бар, бірақ 70-ге дейін ол ықтималдылық істемейді қалуы мүмкін. Бұл өте жақсы бір көмек алып келе алатын инструмент, сондықтан оны қолдансаңыздар болады. Қадірменді көрермен, құрметті трейдерлер. Және
қолданыңыздар. Келесі бейне сабақтар барысында біз басқа да осы MetaTrader 5-тің және біздің веб-сайтымыздың жалпы сіздерге дайын тұрған инструменттері туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Және бүгінге осымен бүгінгі кішігірім бейне сабақ өз мәресіне жетуде. Назарларыңыз үшін үлкен рахмет. Егер Форекс нарығындағы жаңалықтарды жіберіп алмаймын дейтін болсаңыздар, міндетті түрде біздің Telegram және Instagram парақшаларымызға жазылып кетуді сұраймыз. Және онымен қатар біздің YouTube арнамызға жазылып кетіп хабарламаларды қосып алуды ұмытпаңыздар. Және келесі бейне сабақтар барысында кездескенше сау болыңыздар.